Сәлем достар, натурал сандар және нөл тақырыбына арналған С тобының есептерін қарастырайық. 13-ші есепте көп қабатты үйдегі пәтерлердің есіктері сыртындағы пәтер нөмірін көрсететін сан металдан жасалған цифрлардан құрастырылады. Егер осы үйде 120 пәтер болса, барлық пәтерлер нөмірін көрсететін сандар неше металл цифрлардан құрастырылады. Яғни бұл есепте бізде бірден 120-ға дейін пәтерлер бар. 120 пәтер бар. Яғни ол пәтерлерді белгілеу үшін есіктерге сандар жабыстырады. Осы сандарды жабыстыруға неше цифр қажет екенін табуымыз керек. Мысалға үшін 63-ші пәтерге 63 деген санды жабыстырады. Ол үшін бізге не керек? 6 және 3 деген 2 цифр қажет. Бұл жерде 63 санында 2 цифр бар. Сол сияқты 120 пәтердің барлығына неше цифр қажет, соны табу керек. Ол үшін бірден 120-ға дейін сандарды 3 бөлікке бөлеміз. Яғни 1 цифрдан тұратын пәтерлер, 2 цифрдан тұратын сандар, және 3 цифрдан тұратын сандар. Қазір түсінікті болады. Бірінші бірден бірінші пәтер, екінші пәтер, үшінші пәтер, төртінші, бесінші, солай 9-шы пәтерге дейін бізде неше сан бар? 9 сан бар, 9 сан бар. 9 санда неше цифр бар? Бізде әр қайсысы бірден бір цифрдан тұрады. Бірінші пәтерге бір-ақ цифр қажет. Екінші пәтерге де бір-ақ цифр қажет. Сол сияқты 9-шы пәтерге дейін бір цифрдан қажет. Яғни 9 сан және ол сандар бір-бір цифрдан тұрса, 9 цифр қажет. Келесі, енді 10-шы пәтерден 19-шы пәтерге дейін бізде 10 сан бар, Келесі, 20-шы пәтерден 29-шы пәтер аралығында тағы да 10 сан бар. Сол сияқты 30-шы пәтер мен 39-шы пәтердің аралығында тағы да 10 пәтер бар. Мен сан деп жазып жатырмын. Сол сияқты 40, 49, 50, 59, 60, 69 деп 90-ға дейін жазсақ, 90-нан 99-ға дейін де тағы не бар? 10 пәтер бар, Сонда 10-нан 99-ға дейін барлығы бізде 90 пәтер бар екен. Мен сан деп жазып жатырмын. 90 сан бар. Енді осы 90 сан неше цифрдан құрастырылған? Қарайық. 10-шы пәтер бізде 2 цифрдан құрастырылған. Солай ма? 10 саны 1 және 0 деген цифрдан құрастырылған. 19 саны 1 және 9 цифрынан құрастырылған. 99 саны да 9 деген 2 цифрдан құрастырылған. Яғни мына жақтағы сандардың барлығы 2 цифрдан құрастырылған. Не істейміз? 90-ды 2-ге көбейтеміз. Сонда бізде шығады 180 цифр. Енді бізде барлығы 120 пәтер бар. Олай болса, ары қарай 120-ға дейін осылай жазамыз. 100-ден 109-ға дейін тағы да не бар? 10 пәтер бар. Келесі 110-нан 119-ға дейін 10 пәтер бар. Және соңғысы 120-шы пәтер, ол біреу деп қоям. Сонда барлығы мына жерде неше пәтер болды? 21 болды. Енді осы 21 сан неше цифрдан тұрады? 3 цифрдан тұрады, солай ма? 100-ді қараңыздар. 100 ол 1, 0, 0 деген 3 цифрдан тұрады. 109-ді қарайық. 1, 0, 9 деген 3 цифрдан тұрады. Олай болса, 21-ді 3-ке көбейтем цифрлардың санын табу үшін 63 шығады. Енді бізге барлық цифрларды табу үшін істейміз, тек бір-біріне тапқан цифрларды қосамыз. Бірінші цифр, ол 9, екіншісі 2 цифрдан тұратын 180,
3 цифрдан тұратын 63, е? Сонда барлығы шығады 252 цифр екен. Сонда жауабы 120 пәтерге барлығы 252 цифр дайындау қажет екен. Келесі есеп 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 цифрларының барлығымен жазылатын және цифрлар қайталанбайтын ең үлкен санды жазыңдар деді. Яғни, ол санды жазу үшін бізде ең үлкені қай сан? Содан бастаймыз, яғни оңынан солға қарай тек сандарды тізіп жазып шықсақ жеткілікті, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Бұл бізде ең үлкен болады, яғни 9 миллиард 876 миллион 543 мың 210. Екіншісі, ең кіші санды жазыңдар дейді. Бұл жерде бізде ең кішісі 0, Біз қазір жазайық, бірінші сосын жөндейміз. 0. Біз енді солдан оңға қарай жазамыз. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Біз айттық, ең жоғарғы разряд 0-ден басталмайды дедік, 0-ден бастамаймыз. Олай болса, не істейміз? 0 мен 1-дің 0-ден кейінгі сан ол қай сан? 1, 1 екеуісін орындарын ауыстырып жазайық. Сонда 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Егер осы санды оқитын болсақ, 1 миллиард 23 миллион 456 мың 789 саны. Келесі, сұрақтарға жауап беріңдер. Бірінші, ондық санау жүйесінде кез келген натурал санды жазу үшін әртүрлі неше цифр жеткілікті. Санау жүйесінде цифрлар барлығы нешеу? Айттық, бізде 10 цифр бар деп. 1-ден 9-ға дейін және 0. Осы барлық цифрды қолданамыз. Тек ескеретін бір жайт бар. Бағанағы айтқандай, 0 саны ең жоғарғы разрядтың орнында тұра алмайды. Яғни сан бізде 0-ден бастап жазбаймыз. Екіншісі, ондық санау жүйесінде жазылған натурал санның ең жоғарғы разряды қандай цифрлармен жазылуы мүмкін? Яғни ең жоғарғы сан, яғни ең үлкен сан бізде 9, яғни разрядтың ең үлкені 9-бен жазсақ болады деген сөз. Келесі, 15-ші есеп, кітап 3-ші бетінен бастап 3 цифрмен нөмірленген. Кітаптың барлық беттері 1315 цифрмен нөмірленген. Кітапта неше бет бар? Бұл бағанағы 13-ші есепке ұқсас есеп. Шығарылу жолы. Бізде 3-ші беттен 9-ші бетке дейін неше бет бар кітапта? 7 бет бар, 7 бет бар. 7 бетте барлығы 7 цифр бар. Бізге нені табу керек? Бізге цифрларын берген. Барлық цифр нешеу? Тек біз бет санын табуымыз керек. Кітапта барлығы неше бет бар екен. Ол үшін бағанағы секілді 1 цифрдан тұратын беттер, 2 цифрдан тұратын бет және 3 цифрдан тұратын беттерді бөліп жазып тауып алуымыз керек. Енді 3-тен 9-ға дейін бізде 1 цифрдан тұратын беттер, ол 7. Енді бір деп қойын. Енді 2 цифрдан тұратын сандарды жазамыз. 10-нан 19-ға дейін бізде 10 бет бар, Келесі 20-дан 29-ға дейін бізде 10 бет бар. 30-дан 39-ға дейін 10 бет бар. Сол секілді 40, 50, 60 деп мұнда табамыз. 90-нан 99-ға дейін бізде 10 бет бар, Сонда барлығы неше бет болады? 10-нан 99-ға дейін 90 бет болады. Енді 90 беттің әр қайсысы 2 цифрдан тұр. 1, 10 деген бет, 1 және 0 деген цифрдан тұр. 99 деген бет, 9 және 9 деген 2 цифрдан тұр. Олай болса, 90-ды көбейтеміз 2-ге, болады 180 цифр. Енді бізде қалғандары 3 цифрдан тұратын беттер. Олай болса, не істесек болады?
бізге берілген барлық цифрлар 1315-тен алдындағы тауып алған цифрларымыздың санын азайта салсақ жеткілікті, 7 және 180 цифрларын азайтып тастаймыз. Сонда бізде шығады 1128. Сонда қалғаны 1128 цифр, ол 3 цифрдан тұратын беттер. Енді ол қанша бет екен табамыз. Ол үшін 1128-ді 3-ке бөлгенде 376 бет шығады екен. Сонда 376 бет бар, және осы беттің әр қайсысы 3 цифрдан тұрады. Мысалға 111, 111 деген 3 цифрдан тұрады. 125, 125 деген 3 цифрдан тұрады. Сол сияқты 376 бет бар екен. Енді бізге не сұрады? Кітапта барлығы неше бет бар екенін сұрады. Оны табу үшін біз осы бағанағы беттердің санын тек қосып шықсақ жеткілікті. Бізде бірінші 7 бет, одан кейін 90 бет, сосын 376 бет болды. Сосын тағы да бізде 2 бет бар. Бізде кітапта 3-ші бетінен бастап 3 цифрмен нөмірленген деп айтты ғой. Яғни бізде нөмірленбеген 1-ші және 2-ші беттер бар. Оларды да қосамыз. Өйткені бізде кітапта барлығы деп тұр. Сонда барлығын қосқан кезде мына жерде қазір шығады 475 бет. Сонда жауабы кітапта барлығы 475 бет бар екен. Келесі 16-шы есеп. Банкадағы су бірдей 4 бөтелкедегі суға тең. Бір бөтелкедегі су банкадағы судан 4 кесе кем. Банкада неше кесе су бар? Есепті түсіну үшін бірінші сурет арқылы қарастырайық. Банканың суреті осылай болсын. Бізде мынау банка. Осы банкадағы суды толтыру үшін бізге 4 бөтелкедегі су жеткілікті екен. Бұл жердегі бөтелкелердің мөлшері бір-біріне тең. Егер менің суреттерім қисық болып жатса, оған мән бермейміз. Бір банканы толтыру үшін бізге осындай 4 бөтелке жеткілікті екен. 4 бөтелкені қойсақ, мынау банка толады. Енді айтады, бір бөтелкедегі су, мынандай бір бөтелкедегі су, мынандай банкадағы судан 9 кесе кем. Яғни бізде тағы да бұлай жасасақ болады. Мынау банканы толтыру үшін бір бөтелке және 9 кесе, мен кесені осылай белгілеп қойын. 9 кесе су жеткілікті екен. Яғни бір бөтелкеге және 9 кесе суды бірге банкаға құйсақ, банка толады дейді. Яғни бірінші және мынау екінші біздің суретіміз бір-біріне тең деген сөз. Қалай тең? Мынау 2 банка бір-біріне тең, мынау 2 бөтелке бір-біріне тең, және мынау 3 бөтелке 9 кесеге тең деген сөз. Оны қалай жазсақ болады? Мен мынау 3 бөтелкені осылай суретін салам, 3 деп қысқартып жазам да, тең 9 кесе дем. Яғни осы жерде 3 бөтелке 9 кесеге тең болса, бір бөтелке нешеге тең болады? Бір бөтелке 3 кесеге тең болады. Мен мына жерде мынаны 3-ке бөліп жіберсем, 3 бөтелкені 3 бөтелкеге бөлсем 1 бөтелке шығады. 9 кесені 3-ке бөлсем 3 кесе шығады. Осы жерден бізде мынандай теңдік шығарып алдық. Бір бөтелке 3 кесеге тең. Енді қараңыздар, бірінші суретке оралсақ. Егер әрбір бөтелке, мына жерден қаралсақ, суреттен бір бөтелке 3 кесеге тең дейді. Олай болса, осы жерден шығарсақ болады. Сонда банканы толтыру үшін неше кесе керек екен? Егер бір бөтелке 3 кесеге тең болса, 3, мына жерде 3, мында 3, мында 3.
яғни 4 бөтелкені не істейміз? 3-ке көбейте саламыз. Яғни 4 көбейтілген 3 болады 12. Яғни ол кесе. Сонда бір бөтелкені толтыру үшін, кешіріңіздер, бөтелке емес, банка. Бір банканы толтыру үшін бізге 12 кесе жеткілікті екен. Және бір банканы толтыру үшін бізге 4 бөтелке жеткілікті болады екен. Есеп түсінікті болды деген ойдамын. Келесі есеп: ақпараттық көздерді пайдаланып сұрақтарға жауап беріңдер дейді. Яғни бұл жерде сіздер интернеттен қарап, мынау ақпараттардың сұрақтарын ізденулеріңіз керек. Бірінші сұрақ: біздің еліміз Қазақстанның территориясының ауданы километр квадрат есебімен неше дейді. Бұл 2.724.902-ге тең. Мен бірінші мына сұрақтарға жауап беріп олайын, сосын мына жақтағы сұрақтарға жауап береміз. Жер шарының ең биік нүктесі Эверест шыңының биіктігі метр есебімен дейді. Ол 8849 метрге тең. Хан Тәңірі шыңының биіктігі метр есебімен болады 6995 метр. Қазақстанның ауданы ең үлкен облысы Қарағанды облысы. Километр квадрат есебімен есептегенде 428 мың болады. Енді мына жақтағы сұрақтарды айтады. Санның ең жоғарғы разряды қалай аталады дейді. Бізде санның ең жоғарғы разряды бұл 2. Бұл 2 саны миллиондар классына жатады. Мен қысқартып жазамын. Миллиондар классына жатады. Миллиондар классының ішінде бірлік миллион. Бірлік миллион. Екінші: берілген санның жазылуындағы 8 цифры қай разрядтарда дейді. Бұл жерде бізде 2 8 саны бар. Бірінші мынау 8-ті жазайық, сосын мынау 8 жазайық. Бірінші 8 ол бізде бірліктер классында жатыр. Бірліктер классының ішінде жүздік бірлік. Екінші 8 ол бізде мыңдықтар классында. Оның ішінде бірлік мыңдық. Келесі: мыңдықтар разряды қай цифрмен жазылған? Мыңдықтар разряды ол бізде 6 цифрмен жазылған. Берілген санның жазылуындағы 2 цифрының мәні неге тең дейді. Бұл жердегі 2 цифры нені білдіреді? 2 цифры бұл жерде ол мыңдық класстарда жатыр. Мыңдық класстың ішінде ондық мыңдық.